Абайдың 11-ші қара сөзі. Осы адамдардың үнем қылып жүргеніне ол екі нәрсеге бөлінеді. Бірі ұрлық. Ұрылар малмен бірге байимын деп ойлайды. Байлардың малын ұрлап, оларды ұрлап кетеді. Ал байлардың айтатын сөздері мынау: бір малменен кедей боп қалмаспын. Тағы да басқа да малдарды сатып алам ғой, бір мал үшін бүйтіп қайғыра қоймаспын дейді. Ал ұрылар ұрлай береді. Тіпті тағы да сауда орталықтарында ұрлайды. Ал екіншісі ұлық. Ұлық ол жаман адамдардың ойын тыңдап, сонымен бірге жаман болып кету. Яғни ұлық дегеніміз кәдімгі адам. Ол ұрылардың ойын тыңдайды. Ол мынау: егер де сен бұлай істесең, бұлай байисың, бұлай істесең ақша табасың, бұлай істесең атақты боласың, бұлай істесең байитын боласың деп қаншама сондай жаман ақылдар тыңдап, ұры болайын деп жүрген адам. Сонда бұл қазақтың ақшаға көп қарауы ма?